болашағына жол. Мен ұлттық болмысты заманауи көзқараспен таптым. Мен әнұранмен мақтанамын, себебі бұл сана аса маңызды. Қазақстанның жауапты азаматымын, себебі ел тағдырына бейжай қарамаймын. Мен көк туасында бірге тұрмақпын. Мен күннің есіне жақын үлкен ұмтылуға дайынмын. Елден бала шаңырақтай бірлікті сақтауға дайын. Мен Қазақстанның туындай көппін, себебі бейбітшілік пен тұрақтылықты жоғары қоямын. Мен алтын түсіне қымбатпын, себебі еңбекпен бірімді бағалаймын. Мен қырандай биікке ұмтыламын, себебі мақсатым айқын. Ту. Бұяқта ту көк ортасында күн мен қыран болады. Көк түс бізде бейбітшілік пен аспанның белгісі, күн бейнесі дегеніміз өмір жарық және энергия символы. Күннің сәулелерінен Қазақстан энергиялық дамиды деген мағынаны білдіреді. Қыран деген ол бізде күшті білдіреді. Ою өрнек болса біздің салт-дәстүр. Ту тек біздің мемлекетіміздің бірлігін, рухын білдіреді және мақсатымыз ортақ екенін білдіреді. Мысалы оған айта кетсек, қан жоғарыдан төменге қарай емес, қан алға қарай жүгіреді, ол біздің болашағымыз алда екенін білдіреді. Бұл бізде әнұран ол елдің рухын, тәуелсіздігін және де еркін. Әнді оқыған кезде немесе тыңдаған кезде патриоттық сезім артады, себебі мәтінде елдің тарихы, тәуелсіздігі және халқына деген мақтанышын білдіреді. Мұрасының символы тартылып табылады. Барыс пен шаңырақ бұл жерде қазақ халқының, қазақ ұлтының ұлттық бірлігін көрсетеді. Елтаңбаға екі қанатты барыс берілген, ортасында шаңырақ және астына Қазақстан деген жазу белгіленген. Біздің шаңырақ дегеніміз ол біздің ұлттығымыздың бірлігі болып саналады. Ал барыс деген ол қорғаныш және батылдық, еркіндік деген мағынаны білдіреді.